Сәлем достар, қазақ мифологиясында адамдарды жейтін, аяғынан ұстап тартып суға батыратын, алда барбайтын неше түрлі зұлым кейіпкерлер бар. Мыстан кемпір, албасты мен жезтырнақ жайлы видеомыз 1 миллионнан артық қаралым мен 100 мыңдай лайк жинаған соң, мен өз көрермендеріме мифологиямыздағы ең қанішер кейіпкерлердің тізімін дайындап қойдым. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін қазақ мифологиясындағы сіз білмеген жауыз әрі қанішер кейіпкерлерді назарларыңызға ұсынамын. Адам баласының қоршаған орта мен тылсым дүние туралы тебіреністерін көркем кестелі түрде бейнелеп, жұмбақ әлемінің құпиясын ашуға ұмтылған талпыныстары бұл күнде қазақ фольклорында мифология жанры деп аталып келеді. Біз зұлымдық жасайтын жын-шайтан тектес кейіпкерлердің қатарындағы жезтырнақ, перілер, албасты, мыстан кемпір деген мифологиялық кейіпкерлерін бала кезімізден танимыз. Алайда бүгінгі мен айтатын ұсқынсыз қанішерлерді сіз естімеген де шығарсыз. Олардың бірі үбе. Үбе өзен көлге шомылып, суға түсіп жүрген адамдардың сирағынан ұстап батырып тұншықтырып өлтіреді. Ертеде адамдар суда жүргенде қорқыныш сезіп қалатын болса, үбе маған тиіспе деп айғалайтын болған. Қазақ баласы кешке немесе түннен асқан уақытта қажеттілік туып қалмаса, суға баруға күн таласып тұрған кезде шомылуға тыйым салды. Тіпті осындай жағдайларда суға барған кезде шелекке пышақ салып қою деген ырым да бар. Үбе деген атаудың өзі үптеу, жоқ қылу деген етістікпен байланысты болуы мүмкін. Сөрел. Қазақ мифологиясына сенетін болсақ, албастының күйеуі және оның басшысы болып келеді. Сөрелдің бейнесіне тоқталатын болсақ, оның бойы ормандағы ағаштармен бірдей кейде асып жатады екен. Ал қолдары ап-парық, ұзын әрі өте мықты. Келбеті адамға ұқсағанмен орман перісі болып табылады. Кезіктірген кез келген тірі жанды өлтіріп, артынан жеп қояды. Ешкі адамдар. Жарты денесі адам, ал екінші бөлігі ешкіден тұратын бұл үрейлі кейіпкерлері бұрындары барша адамдарды қорқынышта ұстайтын. Ешкі адамдар кезіктірген жанды ұрып өлтіретін болғаны. Ешкі адамдардың құрбанына айналған адамдардың мәйіттері анасы танымас дәрежеге дейін сойылып, азапталған күйде болатыны. Жұдырық пен тұяқтардың астында қалған адамның өлімі баяу әрі аса қатал өтетіні. Сондықтан қазақтар ешкі адамдар мекен ететіні ну ормандарға жалғыз шықпайтын болған. Жалпы ешкі тектес мифологиялық кейіпкерлер фольклорымызда аз емес. Олардың бірі Тау-Тайлақ. Бұл аяғы ешкіге айналған сұлу бикеш бейнесіндегі келетіннің қанішері. Тау-Тайлақтың тілі пышақ тәрізді өткір, тура мағынада өткір. Оның осы ерекше қасиеті адамдарды өлтіруге көмек етеді. Әсіресе жалғыз жүрген жолаушыларға шабуылдайды. Ол аса өткір тілімен адамдарды тесіп жібере алады. Тау, тас пен жерді осы тілімен жара алатын бұл кейіпкер зираттарда жерленген адамдарды қопарып алып, қорек үшін шығаратын болғаны. Яғни ол тірі және өлі адамдардың еттерімен қоректенеді. Оны тек жезтырнақтың тырнақтармен өлтіруге болады екені. Алайда жезтырнақ Тау-Тайлақты өлтіруге асықпас. Себебі тырнағы сақсиған жезтырнақ Тау-Тайлақтың әпкесі болып келеді. Шимұрын. Адамды жүріп келе жатқан жолынан адастырып, батпақта батырып өлтіретін шайтанның бір түрі. Өзі жіңішкелеу, шағын денелі, үстінде қара киім, ал басында құлағы едірейген құлақшын, құйрығы шұбылыңқы, аяқ киімінің басы тым үшкір. Ит мұрыны өтпес ормандарды адамдарға жеңіл сапар етіп алдап көрсететін қасиетке ие. Ал енді адаспай, тура келе жатқан адамдарды қытықтап, құлаққа болмайтын әзілдерді, күлкілі дыбыстарды естіртіп, жын қаққандай әсер тудырып, адамның санасын бұлыңғыр етеді, ал артынан жеп қояды. Бөжай. Есін білмейтін кішкентай балалардың түнде ұйықтауы өте қиын. Бірі ұйқысы келгенде ыңылдап жылай бастаса, бірі бесікте тербетпесең, бірі ән айтпасаң,
ал бірі емізік сормаса ұйықтамай қоюы мүмкін. Әлбетте өзінен өзі ұзақ жылап барып ұйқыға кететін балалар да болады. Сонымен қатар түрлі бөжай, құбыжық, қорқынышты кейіпкерлерді айтқанда ғана қорыққаннан барып ұйықтайтын балалар жоқ емес. Дәл сол бөжай мифологиядағы ең қанішер кейіпкерлердің бірі екен. Қазақ демонологиясында бұл кейіпкер Үбіжай, бөжай дейтін атаулармен танымал. Көбіне Үбіжайды айтып, кішкентай балаларды қорқытады. Әр өңірде қолына қорқынышты бірдеңкені ұстап алып, Үбіжай келе жатыр, жыласан Үбіжай алып кетеді деп баланы тәртіпке салып жатады. Мұны айтқан адам Үбіжай, бөжай, бөжек, Үбіжек дейтін осы құбыжықтың меңзеп тұры. Ол тынышсыз балаларға келіп, олардың саусақтарын жеп кететін болған. Ал ерекше бұзықтарды өзімен алып кетіп, пісіріп жейтін. Арапшы. Қазақ демонологиясындағы әйел кейпіндегі жағымсыз күштердің бірі. Арапшы алба-жұлба киінген, шашы жалбыраған жас келіншек түрінде келеді. Арапшы деген ұғымның сөзі арбаушы сөзімен мәнді екенін байқасақ болады. Ешбір ойламаған жерден шығып, адамды алдап, артынан жанды сорып алуға асығыс бұл кейіпкер аса жауыз болып келеді. Өзге мифологиялық кейіпкерлермен салыстыратын болсақ, арапшы өз құрбандарын аса қатыгездікпен рахаттанып өлтіреді екен. Мінеки достар, бүгінгі видеомызда мен сіздерге қазақ мифологиясындағы сіз білмеген және естімеген кейіпкерлер жайында баяндап бердім. Бүгінгі видеомыз ұнаған болса, міндетті түрде лайк баса кетіңіз. Сонда келесі видеомызда мен бұдан да қорқынышты қазақ мифологиясындағы қанішерлер жайында топтаманы дайындап қоямын. Арнамызға тіркелуге ұмытпаңыздар. Біз 2 миллионға жақындап қалдық. Қолдай кетіңіздер. Бүгінге осы пазлға жазыл.